Бұрынғы видеоларда мен балапанның қазір шығаратын мультфильмдерін айтып талқылап кеткен болатынмын. Сол видеоларда айтқан мультфильмдер өте жаман сапада және де анимациясы жаман жасалған етін. Сондықтан мен әрі қарай балапанның қазір шығаратын мультфильмдерін айтуды жалғастыратын боламын. Себебі жаңа мульттер көп, бірақ сапасы жағы өте жаман. Өкінішке орай. Жарайды, ал мен көп ұзартпай бастайын. Ал сендер каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Себебі осы заттар менің каналым дамуына зор үлес қосады. Тіркелдіңдер ма? Все, бастайық. Бірінші мультті мен күншіктер туралы анимацияны жасап жатып көріп қалған болатынмын. Және де сәл-пәл таңғалып қалғаным бар. Міне тема, примерно 3-4 жыл бұрын шыққан мультсериал. Ол примерно 2021-2022 жылдар арасында. Басқа студиялар барынша өз проекттарын дамытып, өте керемет заттарды қосып жатса, балапан мынандай керемет шедевр жасауда. Мульттің атауы Күй қанатында. Ойлап қараса, менің анимация мынаның жанында жаман емес продукт. Анимациясы 2D стилінде жасалған. Салынған емес, перекладкада емес, слайд-шоу десек те болады. Біз барынша сәл-пәл болсын анимацияларды қосып кейіпкерімізді тірілтуге тырысамыз. Және де бұның бәрін бір-ақ адам жасайды. Ал бұнда бізде көп жылдан бері бар студия, аузы қозғалып көзі ашып жұмылатын 2 пацан, бір шетесіп кеткен фондар. Керемет. Жарайды, сюжет жағын айтайықшы, хотя сол нормально екен. Басты кейіпкерлер олар мына 2 пацандар, әр бөлімде олар белгілі бір күйді еске түсіріп, соның тарихын біледі. Ойлап отырсақ, сюжеті шынымен де жаман емес. Кішкентай балдарға өзінің елінің күйін тарихын үйрету. Керемет сценарий. Тек бір но барды. Біреу душтың ішіне сиіп кетіпті. Ол анимациясының сапасы. Егер сапасы осыншама жаман болса, мультті ұзақ қарауы бір талай. Бірақ мульт 5 минутта жүреді. Сондықтан ұзақ қиналмайсың. Бұл енді плюс. Жарайды, екінші мульт ретінде мен ақылды тентектер деп аталатын мультты алдым. Дәл ұқсас атаумен ақылды көжектер деп аталатын мульт бар екен. Похуй қоя салды ма деген мұш. Тек осы 2 проект емес, кезінде Балапанда Пороро және оның достары деп аталатын проект жүрген. Басқа студияныкі. Балапан тек оны қазақ тіліне аударған болатын. Кейін Балапанда өзінің Балапан және де оның достары деп аталатын проект шыққан болатын. Жарайды, 2 мульттың атауы бір-бірімен ұқсас екен. Қоя сал дейін десем, тағы бір проект шықты. Қандай деп ойлайсыңдар, Қандай? Ойланшы. Тап, давай. Таппадың ба? Ладно. Күнекей және кімдер? Кім? Тапсай. Дұрыс, оның достары. Неге бұлай екен мен түсінбедім. Оның достар деп жазбаса, біз түсінбей қалады деп ойлайды-ау. Мыналар басты кейіпкердің достары екен, біз типа білмей қаламыз. Базар жоқ. Атауын айтып кетіппіз ғой, давайте мультке оралайық. Ақылды деген жазу тұр. Түсініп тұрғансыздар уже не туралы айтылады бұл мультфильмде. Әрине, басты кейіпкерлер қазақ дәстүрі туралы жаңа заттарды үйренеді. Дәл сол кішкентай көрермендерге қазақ дәстүрін көрсетіп үйрету ол жаман емес идея. Ал анимация жағынан келсең, бұл өте керемет. Анимациясы 3D стилінде жасалған. Фоны болса вообще бөлек тема. Кейіпкерлер де өте керемет жасалған. Және дыбыстамасы да өте керемет жасалған екен. Бұндай сапаға таңғалудың да қажет жоқ, себебі мультфильм осы жақында ғана жарық көрген болатын. Сондықтан көп нәрсе айтпаймын. Жаман емес мультсериал екен. Анимациясы да әдемі, сапасы да керемет, сюжеті де өте жақсы. Кішкентай балдарға Кокомелонның орнына осыны қосып берсе де болады. Бірақ Балапанда өзінде Кокомелоны бар екен. Бұл проекттің аты Тәтті балақайлар. Кейіпкерлері ешкімнен көшірмеген жоқ, онда жоқ. Бәрі Балапанның идеясы. Міне, бірақ шетінен шаш өсіп тұрген бала, бира шашты бала, негр емес екен еще, қыз. Және де бәрінің басы қазандай. Сюжет жоқ бұл мультте. Мультте емес бұл. Керісінше кішкентай балдарға арналған мюзикл. Әр бөлімде осы үшеуі арасына мамасы мен папасы келіп әр түрлі темаға әуен шырқайды. Бұл проект 1-2 ай бұрын шыққан болатын. Сондықтан анимациясы жаман емес сапада екен. Бірақ кейіпкерлер, бәрі жақсы. Кейіпкерлер шынымен де осы стильмен шынымен де көзге әдемі көрінеді. Барлық студиялар осындай мюзикл жасайтын. Кейіпкерлерін әрдайым осылай салады. Бірақ біздікінің бір минусы бар. Мен үшін ағау походу. Олар кейіпкерлердің түсі. Мына түспен олар Симпсондарға ұқсайды, адамдарға емес. Ал осақ минус мен үшін, қалғандары кішкентай көрермендерге бола береді көруге. Ағылшындық емес, осы қазақстандық мюзиклды өз балдарына көрсетсе, тема болатын еді. Шынымен де байқалып тұр. Студия сәл-пәл жақсы мультфильмдер көрсете бастапты. Дамып жатыр. Байқадыңдар ма? Респект. Кішкентай балдарға бола береді деп көрінген шлак жасай бермей, жақсы сапалы мульттер жасап бастапты мынадан басқа. Жарайсыңдар. Ал осымен видеоны мен де аяқтайын. Кезінде Балапан телеарнасын бәріміз көруші едік. Себебі сол кезде Балапан шынында да өте қызықты мульттер шығаратын. Шығады дегенде басқа елдің мультсериалдары қазақ тілінде көрсетілетін. Бірақ ол кезде Балапан да өзінің мультсериалдарын жасайтын еді. Сол жылға сәйкес сапада жасайды. Ал қазір болса жаман. Әрине, бірақ қайтадан жақсы мульттер шығара бастапты. Ал осымен мен де аяқтайын. Ал сіздерге қазір Балапанның қай мультфильмдері ұнайды немесе ұнамайды? Комментарияға жазып кетіңдер. Сендермен болған мен Олжас. Тоқыбай достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.